Кезекте эми биз туугандар ушул сиздер күткөн жол тандабастарга келип жеттик. Бүгүн 21 ноябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби, авторунок Бишкек Риом Мына базары. Сиздер күткөн жол тандабастар бүгүнкү күндөгү баалары ушул жерде тургандардын баарын тартабыз. Lexus RX 350 2012 жылкы 3.5 автомат, газ, бензин. $24.500. Азыр эси жок окшойт, эшиги жабык. Арасында мына ушундай Lexus, Hyundai Santa Fe сыяктуу кроссоверлер дагы болуп калат. Буларды кошо тартып кетебиз. Жыл 2008 2.7 автомат, баасы $9.000. Toyota Land Cruiser Prado 2004 жылкы, объем 4, газ, бензин. Баасы $13.800. Ошол номерге чаласыздар. Азыр эми эшиги ачык экен, ачып көрөлү. Салону Toyota Land Cruiser Prado. Задний камера бар. Кийинки Nissan Patrol автоунаасы жылы 2005, 3 объем дизель, коробка механика, $10.500. 224.000 км жүрүптүр. Көк түстө BMW X6 автоунаасы 4 объем, 555 ат күчү бар. Жылы 2010, $27.000. Пробег 95.700 км жүрүптүр. GX кара түстө 470. Жылы 2004, 4.7, баасы $18.500. Газ жок эле. Газ жок. Бул жерде 570. Жылы 2008, 147.000 км жүргөн, баасы жазылмаптыр, эси дагы жок. Андан кийин бул жерде Land Cruiser 200 көрсөтөлү, кара түстө, 8 цилиндр. Жылы 2007, 4.7 газ, бензин, автомат. $29.900 сурап жатыр. Рестайлинг болуп жасалган, Жылы 2007 рестайлинг болуп жасалган дейт. Салону. Жылдан баштап бүт бардык маалыматтар бар, газ бар, установка болуптур. Дөңгөлөктөрү кышкы, эми артында азыр адамдар көрүп атыптыр. Тартып тоскоолдук кылбай эле коелу. Бул жактан ушул сыяктуу дагы бир 570 жанында Land Cruiser 200, азыр ушуну көрсөтөлү. Дөңгөлөктөрү кышкы, 72.000 км жүрүптүр. Жылы 2016 4.6, $68.000. Состояниясы өтө жакшы. Монтаж анын жанында 570, жылы 2011, 5.7, 180.000 км жүргөн, баасы $35.000. Toyota Forerunner ак түстө, жылы 2004, объем 4, газ, бензин, баасы $15.800. 166.000 км жүрүптүр азыр. Артында азыр өтүп көрөлү. Анын жанында дагы бир Land Cruiser 200, кара түстө, состояние жакшы. Задний камера бар. Салон ачып көрөлү. Монитор, задний камерасы бар. Состояние жакшы. Жылы 2008, 4.7 газ, бензин, $29.500. Дагы бир кара түстө GX 470 2006 жылкы, 4.7 газ, бензин, $20.500.
Kastaver avtonası RX 300. Жылы 2000, объем 3. Bası $8.000 dedi. Range Rover ақ түсті, жылы 2010, объем 3, коробка автомат дизель. $21.000 dedi. 180.000 kilometre жүрген. Lexus RX 350, қара түсті. Жылы 2018 35, 30.000 kilometre жүріп тұр, басы $40.000. Бұл жерде 570, дағы бір қара түсті. Жылы 2008, бензин, $30.000 номері бар. Салон açık öyle. $570. Ondan keyin bu жақта дағы бір $470. Жылы 2005 407, газ жол екен, бензин, $18.500. Toyota Highlander avtonası, жылы 2018 35. Басқан жолдық? 35. 35, bir salon көріп қойды. $35.000 dedi. $35.000. Бұдан да осы. Бұл жақта дағы бір ақ түсті 570. Жылы 2008 507 автомат, $31.000. Range Rover avtonası, жылы 2011, объем 5, автомат. 155.000 kilometre жүріп тұр. Бірақ бағасını жазбай қойып тұр да, жол бағасını жазбай қойып онда кім тұрады? Сіздерді бағасқан жолда? 25.000 dedi. Есі бар екен, $25.000 dedi. Так, азыр мына жердегі машинаны тартамыз. Өте жақсы малда Lexus RX 570 автонасы, қара түсті. Жылы 2014, 507. Басы $52.000. Дөңгелектері. Состояниясы жақсы. Өзіңіздер көріп тұрғандай. Астында көрінше газ бар екен, бірақ артына жазып қойып тұр, газ бар екен. Газ, бензин. Оның жанында Toyota Forerunner свежий перегон. Жылы 2007, объем 4 автомат, 260.000 kilometre жүрген, $19.700. GX 470, жақсы балда, күміш түсті, дөңгелектер азыр жайқы. Жылы 2008, 162.000 kilometre жүрген, 407, 5 вложение деді, $24.800. Ушул жерде дагы бир ушундай эле GX жылы 2008 407 автозавод бар экен, летний дөңгөлөктөрү бар, баасы 25,5 сылып жатыр. Infiniti QX56 жылы 2007 5.6 коробка автомат, $9.200. Жайкы дөңгөлөктөрдө турат. Toyota Tacoma автонасы, жылы 2011, объем 4 автомат, басы $24.000 сылып жатыр.
Toyota Tacoma жол таңдамасы автонасы.